Түлкі мен тырна достық сабағы. Майра есімді түлкі орманда тұрды. Ол өзін өте ақылдымын деп ойлады. Бір күні Майра Сәкен есімді тырнаны кездестірді. Ол оны үйіне қонаққа шақырды. Майра дәмді ботқа пісірді. Ол тамақты жайпақ тәрелкеге салды. Сәкен ботқаны жей алмады. Оның ұзын тұмсығы тәрелкеге сыймады. Майра күліп, бәрін өзі жеді. Сәкен ештеңе демей шыдап тұрды. Тырна үйіне аш қайтты. Ол жолда ұзақ ойланып келе жатты. Сәкен түлкіні өз үйіне шақырды. Майра қуанып қонаққа келді. Сәкен де дәмді ас дайындады. Ол тамақты аузы тар құмыраға салды. Сәкен тамағын оңай жеді. Оның ұзын тұмсығы құмыраға сыйды. Майраның тұмсығы құмыраға жетпеді. Ол тамақ іше алмай қалды. Түлкі өзінің қатесін түсінді. Ол қатты ұялып төмен қарады. Сәкен сабырлы болып қалды. Ол түлкіге қарап күлмеді. Майра өз ісіне өкінді. Оның көңіл күйі түсіп кетті. Сәкен ақырын ғана сөйледі. Ол түлкіге әділдік туралы айтты. Майра досының сөзін тыңдады. Ол маңызды сабақ болды. Түлкі Сәкеннен кешірім сұрады. Ол бұдан бұлай әділ болуға уәде берді. Сәкен досын кешіріп, жылы жымиды. Олар бір-бірін сыйлай бастады. Майра енді мейірімді болды. Ол барлық жануарларға көмектесті. Орман достары түлкіге қайта сенді. Майра Болат есімді қоянмен ойнады. Жануарлар тату-тәтті өмір сүрді. Мейірімділік әрқашан жеңіске жетеді.